Сәлем бердік қазақ елі, сіздермен келін асханасы. Бүгін менімен бірге осындай әдемі қолдан созылған қамырмен, қолдың фаршымен пельмен түйейік. Өте оңай әдіс, бір-бірден қамырды жайып тұрмаймыз. Бір үлкен қамыр жайып аламыз да, соған фарштарымызды қойып түйе береміз. Мен бұл пельмендерді қатыруға жасап жатырмын. Мұздатқышқа осылайынан бір-бірден қойып қоямын тізіп, одан соң қатқан соң бәрін жинап, бір салафанға орап қоямын. Бізге керек заттар ол тартылған ет және көк пияз. 2-3 пучок алдым. Немесе кәдімгі пиязбен де жасаймыз. Көк пиязды осылайынан турадым. Дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз және жақсылап бір келкі массаға айналғанша араластырамыз. Өте қатты да емес, жұмсақ та емес, тұзды жылы сумен 2 күлшелі қамыр иледім. 15-20 минуттай тұрғызып қойып, иін бір қайтарып, одан кейін 5 минуттай тұрғызып, өстіп жая бастаймын. Қатты жұқа да, қалың да болмау керек қамырымыз. Жайып болған соң, өстіп тізіп аламда, өзіме кесуге ыңғайлы болу үшін размерін келтіріп алам. Қамырымызды осындай 2-3 сантиметрлі бөліктерге бөлеміз. Пельмен түйуге қамырымыз дайын болып қалды. Өстіп тізіп алып, тағы да ұзындықтарын 2-3 сантиметрлі қылып кесеміз. Одан кейін уже столымызға жая береміз де, фаршымызды салып, пельмен түйе береміз. Енді дайын болған қамырымызға фаршымыздан бір шай қасықтан салып шығып, видеода көрсетілгендей түйеміз. 2 шетін айқастырып, қатты өстіп жабыстырамыз бір-біріне. Менің каналымда ыстық тамақтардың, дапанжы, қуырдақтың және қыстың күніне дайындық, қияр жабу, помидор жабу, лечо салатын, компоттар жабу және тәтті десерт жақсы көрсеңіз, капкейк пен торттардың рецепті бар. Отандық жас каналдарды қолдап, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Кез келген ыдысқа немесе тақтайға кішкене шым-шым ұн сеуіп жіберіп, пельмендерді тізіп шығып, мұздатқышқа қатқанша қоямыз. Біраз уақыттан соң пельмендеріміз қатты. Енді жеке ыдыстарға немесе салафанға бәрін біріктіріп, жинап қоя береміз. Бір-біріне жабыспайды, жақсы сақталады. Жұмыстан кеш келген кезде немесе тез тамақ әзірлеу керек болған кезде осы пельмендер өте жақсы құтқарады. Кейде тамақ әзірлегіміз келмей тұрған кезде осы пельменді пісіре салсаңыздар күшті болады. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.